Сәлеметсіздер ме? Әдебиеттік оқу 3 сынып таза бұлақ. Ыбырай Алтынсарин. Мына сызбаға қарап, Ыбырай Алтынсарин туралы не білетінді тұжырымдап айтып көр. Ыбырай Алтынсарин әңгімелері мен өлеңдерінің негізгі ойы қандай? Таза бұлақ деген әңгімесінде адам бойындағы тән тазалығы, ой тазалығы, сөз тазалығы туралы айтылған болса, жамандыққа жақсылық деген әңгімесінде адамның бойындағы жақсы қасиеттерді дұрыс бағалай білу туралы айтылған екен. Ал «Кел балалар оқылық» деген өлеңнің негізгі ойы балаларды оқуға шақырады. «Өнер білім бар жұрттар» деген өлеңі адамның баласын өнерге, білімге шақырған екен. Ал енді мына суретке назар салып көрейік. Бұлақ туралы не білетінімізді көркем сөздермен ойымызды жинақтайық. Бұлақ табиғи жер асты суы. Бұлақтың суы салқын болады. Емдік қасиеті бар екен. Сылдырлап ағады. Бұлақ өзен секілді ағады. Және бұлақ мөлдір болады. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын қазандай бір тасты қойыпты да, тасқа: «Ей жолаушы, болсаң осы тазы бұлақтай бол», деп жазыпты. Осы жазуды сен қалай түсіндің? Иә, көңіліңді, ойыңды, бойыңды бұлақтай таза ұста. Әр жолаушының пікірінің дұрыстығын жақтап, дәлелде. Қорытындысын сөздеріңді нақыл сөзбен тұжырымда. Бірінші жолаушы: сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Екінші жолаушы: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе, деген. Ал үшінші жолаушы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Ендеше көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрады, деген ой. Сонымен, мәтіннің таза бұлақ деп аталу себебі неде? Иә, адам бойындағы тән тазалығы, ой тазалығы, сөз тазалығы, адамгершілігі бұлақтай таза болсын. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.